барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет бантики дейтін булочки жасайтын боламыз. Бұл арнада түрлі тағамдар рецепттермен бөлісеміз, сол үшін подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен булочки жасау үшін біз ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды және де біраз қасық қант, біраз қасық дрожжи және де 2 ас қасық ұнды салып, жақсылап араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Керек ингредиенттердің тізімі мен мөлшері бізде астында описанияда жазылып тұр. 15 минуттан кейін біз оған қалған ингредиенттерімізді қосамыз, яғни оған 2 жұмыртқамызды, берілген мөлшердегі қантымызды және де еріп тұрған сары майымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін осы массамызға біз біртіндеп, яғни бөліктерге бөле отырып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз, яғни булочканың қамырын, тоқаштардың илейтін боламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілуі қажет. Нанымызды, яғни қамырымызды илегеннен кейін бетін пленкамен немен жауып, жақсылап тұрып 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Осындай керемет қамыр көтерілуі тиіс. Енді осы қамырды видеодағыдай дөңгелекшелер етіп кесіп алып отырамыз, яғни видеода көрсетілгендей дөңгелекшелерге кесіп аламыз. Кесіп алған дөңгелекшелерімізді қолмен осындай дөңгелек қылып жайып шығамыз. Оқтаумен емес, қолмен жайып барлығын жайып болғаннан кейін 2 жіңішке сызықша, оған қарама-қарсы 1 сызық етіп видеодағыдай 1 кішірек жіңішке, 6 үлкен сызықтарға бөлеміз. Одан кейін кесілген бөлігін ортасындағысын көтеріп, қалған 2 бөлігін бір-біріне қосамыз да, ортасындағы бөлікті үстіне қоямыз, видеодағыдай көрдіңіздер ме? Жіңішке бөлікті бантиктің несі секілді қоямыз. Дайын болған әр булочкаларымызды 200 градуста 30-40 минут барлығын беті қызарғанша жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Осындай керемет булочкалар шығады. Ас болсын.